Сәлем баршаңызға, сіздерге өте жұмсақ әрі нәзік ауыздарыңызға ерейтіндей осындай керемет булочка жасау рецептін көрсетіп өттім. Менімен бірге жасап көріңіздер. Синнабон булочкаларын өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Бізде бұл булочкамыздың қамырын өздеріңіз кез келген булочка жасай берсеңіздер болады. Универсал не булочканың қамыр рецепті және де осындай синнабон булочкалардың рецептін сіздермен бөлістім. Енді ыдысымызға ашыған сүтімізді немесе ашмаған сүтте бола береді. Қантымызды, дрожжымызды, жұмыртқамызды салып, вилкамен жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз. Електен шығарылып қойған ұнымызды жартысын салып, қолымызбен немесе вилкамен жақсылап қамыр илеуді бастаймыз. Бізде қолға жабыспайтын кішкене жұмсақтау қамыр болу керек. Қалған ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Бізде булочканың ішіне салынып жатқан заттардың барлығы бөлме температурасында жылы болу қажет. Және де осындай кезде 2-3 ас қасық сұйық май құйып жібереміз. Жақсылап илеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр болу керек. Булочкамыздың қамыры піскен кезінде қатты болып қалмау үшін қамырын илеп жатқан кезде өте әдемі, нәзік, жұмсақ етіп илеу керек. Енді 1-1,5 сағатқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Ол кезде біз начинкасын дайындап аламыз. Творог, 4-5 қасық қант. Дәмдеріңізге қарай тағы да көптеу салсаңыздар болады қантыны. Және де біраз қас кукурузный крахмал салып жіберіп, вилкамен немесе блендермен жақсылап езіп аламыз, біркелкі етіп. Өте сочный, керемет болып шығады. Біздің булочкамыз творогты начинкамен немесе өздеріңіз ұнатқан начинкамен басқа булочкалар түрін жасасаңыздар да болады. Біздің қамырымыз осындай көтеріліп шықты. Қараңыздар, столдың үстіне кішкене ұн сеуіп жібереміз, жабысып қалмау үшін. Қамырымызды түсіріп аламыз. Қамырды алдын ала зуала жасап, 5-10 минуттан кейін тыңғаннан кейін барып, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Менде уақытым тығыз болғандықтан ауызашарға жасаған соң осылай сразу қамырды түсіріп қолыммен жайып жасай салдым. Сіздердің уақыттарыңыз болса, зуала жасап, домалақ етіп бір тегіс етіп жайсаңыздар да болады. Және де ішіне осындай жұмсап, бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майымызды қолымызбен барлық жеріне біркелкі етіп жағып аламыз. Дәмдеріңізге қарай корица салсаңыздар болады, қант сеуіп жіберсеңіздер болады. Мен қант сеуген жоқпын. Корицамен де өте әдемі болып шығады. Енді жаңағы жасап алған начинкамыз, творогымызды салып, барлық жеріне бірдей етіп жайып тегістеп шығамыз. Содан кейін барып осылай қамырымызды орап аламыз. Жіппен немесе пышақтың көмегімен осылай кесіп шығамыз. Осылай жақсылап ашылып кетпеу үшін жақсылап жабыстырамыз. Пышақпен бірдей етіп барлығын кесіп шығамыз. Бізде бұл жерде әжептәуір көп болып булочкалар шығады. Немесе жіппен кессеңіздер де болады. Енді осылай кішкене жайып жіберіп, кішкене басып шығамыз. Осылай домалақ формаға келтіріп, пергамент төселген листімізге булочкаларымыздың арағын сәл алшақтау етіп осылай қойып шығамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, бетіне жағып аламыз. Бетіне мак сепсеңіздер болады. Пешімізді алдын ала 180-200 градусқа қыздыртып қоямыз. Тез пісіп қалады біздің булочкамыз. Өте керемет, иісі деген енді күшті болып шығады. Жұмсақтығын айтпайсыздар ма? Ауыздарыңызға ерейтіндей булочканың рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 180 градуста немесе 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Қараңыздар, бізде осындай ісіп әдемі болып шығады. Пісіп болған соң сәл суытып, үстіне мен сгущенка жақтым. Сіздер өздеріңіз қалаған начинка жақсаңыздар болады. Крем жасап жақсаңыздар болады. Әртүрлі кремдердің рецептері бар, көрсеңіздер болады. Мен осылай бетіне вареный сгущенка жақсаңыздар болады. Мен сгущенка жаға салдым. Бетін сәндеу, әрлеу өздеріңіздің қалауыңызға қарай. Өзі жұмсақ болғандықтан мен крем жасаған жоқпын. Бетіне әшейін осылай сәндеп жаға салдым. Бетіне мак сеуіп жіберсеңіздер де болады. Қонақ келген кезде үйде ата әжелеріңіз болса, балапандарыңыз болса, жұмсақ булочка өте керемет кетеді. Әсіресе ауызашарға немесе таңға ифтарлыққа тұрған кезде өте керемет шаймен күшті кететін булочка рецепті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Нандардың, салаттардың, торттардың және де пирогтардың
рецептілері бар. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Осы булочканы міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.